Құрметті жолаушылар, білім қанатында 15 жыл болашаққа бағыты бойынша НС Көкшетау ұшағына отырғызуды бастаймыз. Бортқа біздің негізгі жолаушыларымыз, мұғалімдер мен оқушыларды шақырамыз. Олар еліміздің болашағына маңызды үлес қосып жатқан жандар. Ауа кемесінің капитаны Алтынбеков Аян Серикович, сіздерге сенім мен табысқа ұмтылыс үшін алғыс айтамыз. Сапарларыңыз оң болсын. Уважаемые пассажиры, начинаем посадку на борт самолета НС Көкшетау, рейса 15 на крыльях знаний, курс на будущее. На борт приглашаются наши главные пассажиры, учителя и ученики, которые являются неотъемлемой частью будущего нашей страны. Капитан нашего воздушного судна Алтынбеков Аян Серикович, благодарим вас за верность и стремление к успеху. Приятного полета! We are starting the boarding process for flight 15 years of the wings of knowledge, heading to the future. On board, we invite our main passengers, the teachers and students, who are an essential part of the future of our country and have been flying with us to the heights of knowledge for 15 years. The captain of the plane is Алтынбеков Аян Серикович. We thank you for your trust and your dedication to success. Wishing you a pleasant flight. Жарқын, жаңа жұлдыздарымыз, елдің даңқын асқақтатар ұл қыздарымыз. Біз қыранбыз биіктерге самғайтын, білім нәрін сусындаудан талмайтын. Біз азат елдің ұрпағымыз, еркіндіктің ту еткен, санамызды бодандықтан түлеткен. Біз кең тынысты жүйріктей құлагерміз, ұлан қайыр атырапқа мұрагерміз. Біз туған жердің қайтпас қайсар ұланымыз, шарықтап көкке айтылар жыр әніміз. Біз қазақ елінің кемелді болашағымыз, өркендеп, өркенерге жол ашары біз. Армысыздар Көкшетау қаласының құрметті тұрғындары мен қонақтары, ардақты ата-аналар және білім құмар оқушылар. Мы, юные послы независимости, приветствуем всех вас на торжественном концерте, посвященном празднованию 15-летия Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Көкшетау. НАЕС – a wonderful world, the world of childhood and youth, the world of discoveries and knowledge, the world of arts and science. We sincerely congratulate all people present here on this great occasion. Таңғыруда жаңа бір уақыт келіп, басыңызға бақ қонсын бақыт келіп, зияткерлік мектебім зайырлы елде көш бастай бер білімге бағыт етіп. Тек биікке самға өрле алтын ұя мекенім, болашағым жарқын менің, қол бұлғайды ертеңім. Білім нұрмен шуақ шашып, тек алысқа жетелер, құтты болсын 15 жылдығын Зияткерлік мектебі!
Дүбірлі дүние көз ілеспе жылдамдықпен даму үстінде. Адамзат баласы ғылым мен техниканың өздіксіз жаңалықтар мен ақпараттар ағынына ілесе алмайтындай жағдайға жетті. Алдағы уақытта осындай құбылмалы өзгерістерге дайын, заман талабына сай келетін саналы ұрпақты қалыптастыру мақсатында Назарбаев зияткерлік мектептері зор үлес қосуда. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2009 жылы тұңғыш президенттің 20 зияткерлік мектебі жобасы аясында ашылды. Осы жылдар аралығында 15 рет алғашқы қоңыраумен, 15 рет соңғы қоңырауын соққан білім ошағымыз қаншама жас ұрпақты тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып келеді. Сол салтанатты күннен бастап мектеп ұжымы мен оқушылары үнемі жоғары жетістіктерге жетіп, білім беру саласының флагманына айналды. Бүгін біз өткен кезеңге көз тастап, 15 жылдық мерейтойымызды мақтанышпен атап өтеміз. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары білім беру сапасын жоғары деңгейге жеткізіп, өз салаларының үздіктері атанды. Мектебіміздің алғашқы директоры Абдильдина Жанар Нұрбапашевнадан бастап, қазіргі директорымыз Алтынбеков Аян Сериковичке дейінгі басқарушылар мектеп дамуына айрықша үлес қосты. Көрнекті ұстаздарымыздың жетістіктері де назардан тыс қалған жоқ. Мектептегі 104 мұғалім пәндер бойынша 10 әдістемелік бірлестікте жұмыс жасауда. Ұстаздарымыз республикалық сайыстарда жүлделі орындарға ие болса, мектебіміздегі 20-дан астам мұғалім авторлық құқыққа ие материалдар әзірлеп, білім саласына қосқан үлесі үшін ерекше бағаланды. Мектебімізде әртүрлі бағыттағы 40-тан астам сертификатталған тренерлер жұмыс атқарады. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығымен бірлесе отырып, 50-ден астам әдістемелік оқу құралдары мен нұсқаулықтарын жарыққа шығарды. Мектеп ұстаздары ESSER, WALS, Global Scholars халықаралық конференцияларына қатысып, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім саласын бақылау комитеті ұсынған жарияланымдар мен Scopus, Web of Science, Country халықаралық базаларына енген журналдарда мақалалар жариялауда. Осындай білікті мамандарымыздың пәнге деген құштарлығы мен кәсібилігі оқушылардың толағай табыстары мен жетістіктеріне арқау болды. Мектеп оқушылары да осы уақыт аралығында биік белестерді бағындырды. 25-тен астам оқушымыз халықаралық байқауларда жеңіске жетіп, Америка, Оңтүстік Корея, Швеция, Швейцария, Қытай, Чехия, Таиланд, Индонезия, Ресей және басқа да елдерде Қазақстан намысын қорғады. Халықаралық олимпиадалар мен республикалық сайыстарда да жоғары нәтижелер көрсетіп, мектептің, елдің мақтанышы атанды. Зияткерлердің стартап жобалары мен зерттеу жұмыстары да жоғары бағаланып, әлемді өзгерту жолындағы зор талпыныс болды. World Robot Olympiad, Regeneron International Science and Engineering Fair, Rise Global for the World байқауларындағы жеңістер бұның айқын дәлелі. Сондай-ақ мектеп тарихында тұңғыш рет оқушыларымыз Шырмауық лигасы қатарына кіретін Пенсильвания университетінен шақырту алды. Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі қашаннан Ақмола облысы мектептерінің ұстаздарының тәжірибе алмасу алаң еді. Бұны 15 жыл ішінде өткен өңірлік конференциялар айғақтайды. Зияткерлік мектептер тәжірибе алмасудың әдістемелік орталығы ретінде өңірлерде оқытудың озық тәсілдерін үйрете бастады. Тәжірибе онлайн сабақтар, семинарлар, шеберлік сыныптары, пән апталықтары, ашық есіктер, ғылыми тәжірибелік конференциялар, ата-аналар және оқушылармен кездесулер арқылы таратылады. Осы жылдар ішінде 1000-нан астам іс-шара мен біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырылды. 2013 жылдан бастап Қазақстанда алғаш рет Көкшетау қаласындағы зияткерлік мектепте қазақ тіліне бойлау әдісі енгізілді. Бұл әдіс өзге ұлт балаларымен қазақ тілінде сөйлемейтін қазақ балаларына бағытталған. Бойлау әдісі оқушылардың қазақ тілін тереңірек меңгеріп, сөйлеу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оны іске асыруда басты рөлді тіл үлгісі бола алатын мұғалімдер атқарды. Оқыту үдерісіне ата-аналар да белсенді жұмылдырылды. Тілдік ортаға ену сыныптарының ата-аналары 2016 жылы Таллин қаласындағы жазғы тілдік лагерде Эстонияның тілдік ортаға ену әдісін жүзеге асыру тәжірибесімен танысты. Қазақ тіліне бойлау әдістемесін зияткерлік мектептерде енгізудің оң нәтижелеріне байланысты 2018 жылдан бастап республикадағы мектепке дейінгі ұйымдарда бұл тәжірибені тарату жүзеге асырылды. Мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне арналған қазақ тіліне бойлау жобасын енгізу бойынша вебинарлар, семинарлар және шеберлік сыныптар ұйымдастырылды.
Серіктес мектептер жобасы аясында мектебіміздің оқушылары Ұлыбритания, Үндістан, Ресей, Польша, ақш және Украина елдеріндегі өздері сияқты білім алушылармен тығыз ынтымақтастық орнатты. Онлайн кездесулерде түрлі бағыттағы ғылыми жобалар тақырыптары талқыланып, туристік көрікті жерлер туралы ақпарат алмасу жүргізілді. Сондай-ақ елдердің дамуындағы ортақ ұқсастықтар анықталды. Оқушылардың пікірінше, тұрақты түрде өткізілген онлайн конференциялар танымдық әрі қызықты болды. 2015 жылы білім саласындағы соңғы жаңалықтар мен жоғары стандарттарды одан әрі ілгерілету үшін құрылған әлемнің танымал ұйымының сарапшылары аккредиттеу алдындағы жұмыс сапарымен Көкшетаудағы НС-ке арнайы келіп, өз нұсқаулықтарын беріп кетті. 2017 жылы Халықаралық мектептер кеңесі мүшелерінің қатысуымен Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ресми түрде CIS аккредиттеуінен өтті. 2023 жылы мектебіміз қайта аккредиттеуден өтіп, халықаралық талаптарға сәйкес келетінін тағы бір мәрте дәлелдеді. Зияткерлік мектебіміз өз түлектерінің бойына терең біліммен қатар, маңызды өмірлік дағдылар мен құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, еңбек және шығармашылық сияқты құндылықтарын қалыптастырып, олардың қоғамға пайдалы, саналы азамат ретінде жетілуіне жол ашты. Мектеп қабырғасында алған сапалы білім оқушылардың ғылыми жобаларда, зерттеу жұмыстарында және халықаралық байқауларда жоғары нәтижелер көрсетуіне негіз болды. Ұстаздар мен мектеп қауымдастығының үздіксіз еңбегінің нәтижесінде мектеп түлектері бүгінде өз салаларында табысқа жетіп, еліміздің болашағына үлес қосуда. Олардың қатарында ұлағатты ұстаздар мен білікті дәрігерлер, кәсіпкерлер мен IT саласының қызметкерлері, сондай-ақ өзге де маман иелері бар. Біздің түлектер бүгінде өз отанымызда ғана емес, халықаралық компанияларда да табысты қызмет етуде. Өскелең ұрпақты үйірме жұмыстары арқылы өнерге баулу және үйлесімді дамыған, креативті тұлғаны қалыптастыру үшін мектепте 30-дан астам үйірме мен қосымша білім беру секцияларының жұмысы тиімді жолға қойылған. Бұл үйірмелер жас ұрпақтың рухани дүниесін байытуға, ұлттық өнерімізді пайдалана білуге бағытталған және жас зияткерлерді әсемдік пен сұлулықты көріп бағалай білуге, қазақтың ұлттық өнерін құрметтеуге тәрбиелейді. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі өз жетістіктерімен білім саласында жаңа биіктерді бағындырып, әрбір оқушысы мен ұстазының қажырлы еңбегі арқасында болашаққа жарқын жол салып, ел үмітін ақтайтын саналы ұрпақты тәрбиелеуде өз миссиясын жалғастыра береді. 15 жылдық мерейтой құтты болсын. Биыл мектебіміздің 15 жылдығымен тұспа-тұс келген еліміздің атаулы күндерімен мерейтойлары аз емес. Ұлы Отан соғысының ардагері, беліндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ батыры, халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығы. Кеңес одағының батыры, Ұлы Отан соғысының қатысушысы, қазақ халқының батыр қызы Алия Молдағұлованың 100 жылдығы. Қазақтың әйгілі актері, режиссер, КСРО халық артисі Шәкен Аймановтың 110 жылдығы. Геолог, ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик Қаныш Сатпаевтың 125 жылдығы. Халқымыздың ұлттық тілін дамытуға орасан зор үлестерін қосқан 3 жазушысы, 3 бәйтерегі, 3 арысы Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің 130 жылдығы. Қазақтың көрнекті жазушысы, публицист, драматург, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытовтың 135 жылдық мерейтойы. Қазақ халқының әйгілі әнші-композиторы, ақыны Біржансал Қожағұлының 190 жылдығы. Баршаңызды еліміздің тарих парағына енген атаулы күндермен құттықтаймыз! С самого первого дня наша интеллектуальная школа взяла курс на высокие вершины. За эти годы мы прошли через множество этапов, каждый из которых стал важным шагом к новым победам. И сегодня мы на высоте 15, так что пристегивайтесь, впереди нас ждут захватывающие моменты.
Құрметті жолаушылар, бүгін біз жаңа белестерге қадам басып, үлкен армандарға қанат жаюдамыз. Әрбір саяхат бұл тек қашықтықты өлшеу емес, ол біздің рухымыздың биіктігі мен болашағымызға деген үмітіміздің көрінісі. Қазақстанымыз бай тарихы мен терең мәдениеті бар ел. Оның әрбір тауы мен өзені, дәстүрі мен өнері жүрегімізде ерекше орын алады. Сіздерге сәт сапар тілейміз. Алға ұмтылған сайын жүректеріңізде туған жерге деген сүйіспеншілік әрдайым сақталсын. Тоқтаңдар! Қыздар, келе жатыр, қаштық. Ай, тоқта, ай қыздар. Мынау жыл ұрды ма? Суырау келсе, су құрайды. Сал сер келсе, сұлу құрайды демекші. Мына ауылдың адамдары бір жаққа қопарда көшіп кеткеннен сауым өзі. Бармысыздар, бикештер? Бармысыз? Бұл қай ауыл? Бұл Көлбай Жанбайдың ауылы. Көлбай Жанбай екендерің рас болса, әннің әулиесі, ақынның асқағы, салдың төресі бір жан ағамыз келе жатыр осында. Ай! Аспандағы аққу қойының қосқан бір жан сал келіп тұрғанда, тіпті қосалатын емессіңдер ғой. Қуанбайсыңдар ма? Қуанғанда қайтейік? Көлге ұшып кетейік пе? Сал серлердің алдынан шығып, атынан түсіріп алмайсыңдар ма? Жұп-жұба білсіңдер. Атынан түсіріп алған несі? Олай өздігіне атынан түсе алмайтын. Мешел ме? Жоқ әлде кемір кесір кесел ме? Яки сен сияқты есер ме? Әй, қойшы еді замандас. Қаталақ келеміз. Сусының бар өзі. Аспандағы аққулар қоңырүйді қомсынбаса, қолымызды қорсынбаса, сусын табылады ғой. Сал серлердің не ішіп, не жейтін білесіңдер ме өзі? Енді, олар да адам баласы емес пе? Көктен түскен жоқ шығар? Олар алтын аяқтан ас жеді, күміс кеседен қымыз жеді. Құстың сүтін, қасқалдақтың қақтап келіңдер. Жарайды. Келсін, қарсы аламыз қолдан келгенше. Шымбат, ендеше қазір. Жігіттер, келіңдер. Бір жан сау, біздің ауылға келеді деп кім ойлаған? Көктегі жұлдыз, жердегі бір қыз. Көрерміз. Сүйенші! Ауылымызға бір жан сау келе жатыр! Сүйенші! Көже? Мынау кәдімгі қара көже ғой. Мына қыз теріге көже беріп тұрған емес. Ұятай, ойбай-ау. Ой. 300 дәме қырған, уа бір жан сал. Жүзіп іштің қымызды қосылған бал. Сал болсан да емессің дәмнен үлкен. Бісміллә деп көжемен ерніңді мал. Патшаға бас алмаған мен бір сері, күнде думан, күнде той жүрген жері. Барады сөзін өтіп лайлым шырақ, көженен басып әкел бері.
Халқым-ау! Саба толы қымыз тұрғанда бір жана ғана көше берген несі? Күні ертең бүкіл туған қазаға даңғаза қылып, жалпақ керейге көше берген көлбай аттандырайын деп едім. Ассалаумағалейкум бір жан досым. Уағалейкум ассалам. Көше берген көлбай. Ай, көше берген. Әй, әзілкешім-ай. Әзіл әдем болғанымен, әзіл, яғни әрзағы зіл деген сөз көп қылжықтай берген дұрыс емес. Ал, елге қош келдіңдір. Аунап-қонап ойын сауыққа, өнер мен өлеңге бір кенелтіп, көңілдің кем-кетігін бір толтырып беріңдерші, Қанекей. Ал, төрлетіңіздер. Оу, әзілкешім-ай, шақыр ортаға жігіттерді. Үйшілер, қайдасыңдар? Шығыңдар ортаға!
Осы ауылдың аусар жігіттері қайда? Шақырмайсыңдар ма қыздарды биге? Ана салқын жаңғырып, басталуда қыз қуу. Жігіт шіркін арылды, қуып жүріп сүйеме, әлде қамшасына қалып қойып келеме. Алқалы жұрт уәкел бол, мен сертіңе адамым. Осы аруды қуып жетіп жарым болып аламын. Қызыл тілің сайрағанда күшсің ау жігітім, байқа жолдарға түзілмесін үмітің.
Құрметті жолаушылар, біз 15 жылдық ұзақ сапардамыз. Осы уақыт аралығында мектебіміз әрбір оқушының, әрбір ата-ана мен әрбір мұғалімнің біліммен ғана емес, сондай-ақ мейірім, құрмет, өзара қолдау мен өз күшіне деген сенімділік сияқты құндылықтармен байитын орынға айналды. Бұл саяхат өмірдің маңызды сұрақтарына жауап іздейтін оқушылардың жобаларын іске асырады. Біз ғылым саласында жаңалықтар ашып, жақсы адам болуды, ұжымда жұмыс істеуді, армандау мен өз мақсатымызға жетуді үйреніп келеміз. Ғылым, мейірім мен болашаққа сенім қанатымен биікке самғаймыз. НАЭС Көкшетау мерейтойын тойлауда. Әрқашан дайынбыз биіктерден асуға. Қош көрдік сіздерді бұл керемет мереке. Достықтың жалыны оттай соғып жүректер. Ақтөбе, Ақтауды қорғап, Ақтаудан Павлодар, Оралдан Өскемен, Атырау, Семей тарап, саралып санайық қане бірі. Алматы, Шымкент, Қостанайда, Қызылорда, Қызылорда, Басақайда, Тағыда Зиятбек мектебі бар, Астана, Түркістан, Көкшетауда. Куратор келе жатыр. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Отырыңыздар. Оқушылар, бүгінгі шаңырақ сағатымыздың тақырыбы арман. Сендерге сұрақ, арман деген не? Не жауап берсем бола ма? Айта ғой. Адам көкейіндегі ізгі ниет. Дұрыс.
мақсатқа жетелейтін күш, керемет тағы. Болашақтан күтер үміт. Бәрін де дұрыс айтасыңдар. Арман адамды алға жетелеп, көптеген ерліктерге, адал, батыл әрекеттерге итермелейді. Оқушылар кімнің ғана арманы бар? Не айтсам бола ма? Айта ғой. Біз бәріміз армандаймыз, солай емес пе? Солай. Ал мен жұлдыздар туралы армандаймын. Иә, достарымызбен бірге жұлдыздар туралы жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Менің ойымша, біздің болашағымыз дәл осы жұлдыздардың арасында. Меніңше болашақ дәл осы жерде. Ал мен болсам, болашақта су сапасын жақсарту саласында маман боламын. Судың барлығына қолжетімді болуын, өзендер мен көлдер қайтадан таза мөлдір болуын қалаймын. Достар, ал мен болсам, болашақта халқымыздың шығармашылығын дамытып, барша әлемге паш етуді армандаймын. Әкел домбырамды. Қыздар, біз билейік. Ал кетті. Нұрдос, ал сенің арманың қандай? Менің? Я, сенің. Маған оның түкке керегі жоқ. Далбаса бұның бәрі. Арманса өмір сүруге болады. Сенімге таңданып қара, сезініп ғажайыптарын. Тіршілік бастауы өзі, кең жайшы қанатында. Қиялыма құралыңдалып, мәңгіліктің шырағын жағып, шаттанып, қуана сәтімен. Тәтті сезімдердің ермен, шабыттан сенде. Арман бақытыңды сен, жатыр әлесте. Өмірдің кереметтігін түсінесің, арманыңа жетсең. Түсінесің, арманыңа жетсең. Сезімдерді кермен, шабытқа лезде. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Өркенің өссін. Ата, менің жасында болғанда нені армандап едіңіз? Балам, сендей болған кезінде менде арман көп болады. Солардың бірі жақсы білім алып, жақсы маман иесі болып, еліме, яғни Қазақстаныма пайдамды тигізу еді. Сол арманыңыз орындалды ма? Әрине орындалды. Жоғарғы оқу орнын аяқтап, 40 жыл ұстаздық еттім. Ал қазіргі арманыңыз қандай? Жас ұрпақ өткен мен болашақтың арасындағы көпір. Сендер, жастар, ата-бабамыздың даналығынан, парасаттылығынан, ұлы ерліктерінен шабыт алып, жарқын болашақты құруларың қажет. Менің арманым осы. Ал, өзіңнен армандайсың, балам? Ал, менде арман жоқ. Армандауға да уақыт жоқ.
ұлы Мұхтар Шаханов атаң айтқан еді. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Осыны есіңнен шығарма балам. Байқамайсың ба? Әлде сен де армандап жүрсің бе? Не дейсің? Сен не? Тұра. Сен армандайсың ба? Тоқташы. Арман. Тыңда жүрегімнің әуені, шыныма өңір сен қарашы. Тыңда түсінерсің үнімді, тілсіз сағат таппай үтірді. Ол бұл жаңа бағыттың бастауы, армандау менің қалауым. Мен айтамын, бақыттымын. Тыңда. Үмітсіз адамға өмірден барма, сен бақытыңды ізде. Болсын ақ сен ұмытпа, арманнан сен қашпа. Сенші маған досың болам, егер көмек керек болғанда жаныңнан табылам. Сенші менің атым Нұр дос. Нұр дос. Екеуміз дос болайық ендеше. Нұр дос. Армансыз адам, қанатсыз құс. Армандар бізді іс-әрекетке шабыттандырады. Қиялды және жақсы болашаққа деген сенімді дамытады. Олар өмірде мақсаттар табуға, қиындықтарды жеңуге және мүмкіндіктерге толы болашақ құруға көмектеседі. Достарым, сендерге көп рахмет. Сендердің арқаларыңда мен көп нәрсені түсіндім. Армандаған адам бақытты болатынына енді көзім жетті. Адалдық жүректе жалынада, қиылын мезгілде биікке самғап, мақсатқа қол жеткіз, нұрбасы қадамында қорықпа. Бақытыңды түрде сені де ала, жұлдыздай жарқырап қиынды қамайма, арманда
Құрметті жолаушылар, біздің ұшағымыз өз сапарын жалғастырып, шығармашылық шексіз идеялар әлеміне аттанады. Қадірлі ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, бәріміз бір мақсатпен ортақ мүддеге талпынамыз. Біздің әрбір еңбегіміз бен шығармашылық шабытымыз бұл сапарды одан бетер қызықты, әрі маңызды ете түседі. Әрбір жаңа қадам сайын біз кедергілерге төтеп беріп, армандарымыз бен жетістіктерімізге жақындап келеміз. Шабыт қанатымен биікке самғаймыз. Кімнің көздерінде от бар, алтын көлеңкеде қалар. Біздерге қараңыздар, біз алға баста жандар, бірге жүруге қамдал. Ауылға қарайлап, көріп арайлап,
күнде қараймын күнде ана мен қыздарды қалаймын гүлге көктемнің шуағы төккен таң нұры жан шуағым деген мекенде мүгін екен от басылмас күнде күнімде құшағыңды аш о көктем кел шуағыңды шаш шуағыңды шаш o sole mio stai in fronte a te stai in fronte a te stai in fronte a te Бәріңде көңіл жүрек, балалық өмір сүрек. Біз болсақ жасарып, амандығын тілеп, жылулық онда өтеп, тыныштыққа бой түзеп, үмітке ол тірек. Болғанда біз бірге сезілмес шермөлде жұлдыздай сүңгілеп жарқырап жүрміз де сәттер күндізген сахнада тұрмыз деп бір болып оп-оңай ғарышқа кіргізген Мы здесь, чтобы сверкать, шагать, но удержать. Весь день это прайм-тайм, это прайм-тайм, это прайм-тайм. Наши дети, наши крылья, сердце бьется очень сильно, ярко светит на планете. It's alright. Болғанда біз бірге сезілмес шермөлде жұлдыздай сүңгілеп жарқырап жүрміз деп сәттер күндізген сахнада тұрмыз деп бір болып оп-оңай ғарышқа кіргізген It's alright, yeah. It's Құрметті жолаушылар, біздің ұшағымыз өз сапарын жалғастырып, шығармашылық шексіз идеялар әлеміне аттанады. Қадірлі ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, бәріміз бір мақсатпен ортақ мүддеге талпынамыз. Біздің әрбір еңбегіміз бен шығармашылық шабытымыз бұл сапарды одан бетер қызықты, әрі маңызды ете түседі. Әрбір жаңа қадам сайын біз кедергілерге төтеп беріп, армандарымыз бен жетістіктерімізге жақындап келеміз. Шабыт қанатымен биікке самғаймыз. Басталғанда жаңаласы өлкені Бір заманда жастығымның көктемі Біздер үшін айқара жоқ есігі Елінің зиян беріп мектебі Көрсетесің мектебінің өлкені Жібересің ғылым білім жекені Қалқан өркениет өріне Біз боламыз ертеңгі ертеңі
Аса құрметті қонақтар отыр. Олай болса, құттықтау сөз Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының төрағасы Жанғозин Ануар Қанатұлына беріледі. Рахмет. Назарбаев зияткерлік мектептеріне біз балаларға академиялық біліммен ғана шектелмей жан-жақты дамуына ерекше назар аударамыз. Меніңше бүгінгі концерт оның ең жақсы дәлелі табылады. Сондықтан балалар сіздерге көп рахмет. Әрине осы концертті дайындалған біздің ұстаздарымызға, әріптестерімізге де шексіз алғыс білдіргім келеді. Ерекше әсер алып отырмыз. Шыметейік балаларымызды. Енді әрине бүгін жалпы барлық Назарбаев зияткерлік мектептері үшін, біздің жүйесіміз үшін ерекше атаулы күн. Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 15 жылдығын атап өткелі отырмыз. Тарихи өлшемдерге қарасақ, ұзақ уақыт болмаса да, бірақ осы ұзақ мерзім ішінде мектеп өз ерекшеліктерімен, өз нәтижелерімен Назарбаев зияткерлік мектебі жүйесінде ғана емес, отандық білім беру жүйесінде ерекше орын алуда. Сондықтан Шоқан Уәлихановтай алыптар дүниеге келген өңірдегі біздің жастарымызға осындай ерекше сапалы білім мен тәрбие беріп жүрген біздің әріптестерімізге, ұстаздарымызға ерекше алғыс білдіргім келеді. Әрине осы уақыт ішінде мектеп мамандардың дамуына, жан-жақты дамуына, өз әлеуетін барынша қолдануға барынша жағдай жасап отыр. Осы мектепте кезінде басшылық еткен, қызмет атқарған қаншалықты әріптестеріміз бүгінгі НАЭС желісінің ғана емес, отандық білім беру жүйесінің дамуына ерекше үлес қосуда. Олардың бірі мысалы үшін Жанар Нұрбашқызы, білім беру орталығының басшысы. Кезінде мектепті басқарған Гүлдана Рахымжанқызы бүгінгі таңда бізге тәрбие департаментінің басшысы. Тағы да әрине әріптестер бар. Сондықтан бүгінде мектепте ерекше жобалармен айналысатын, өз авторлық жобаларын қорғап жүрген, халықаралық деңгейдегі конференцияда, сайыстарға қатысып жүрген, өз тәжірибесімен бөлісетін әріптестеріміз аз емес. Сондықтан әріптестер, жылдан жылға жеңістеріңіз арта берсін, сіздерге сәттілік тілегім келеді. Әрине, қандай жетістіктерге жетсе де,
біздің қолдайтын ата-аналарға да ерекше назар аударып алғыс білдіргім келеді, себебі сіздердің қолдауларыңызбен осы мектеп осындай жоғары бүгін біз жалпы Назарбаев зияткерліктері көптеген тәжірибеге таратуға бағытталған жобалармен айналысып отырмыз. Көкшетау қаласындағы мектебіміз де бүгінгі таңда 6 ауыл мектебіне ерекше методикалық қолдау көрсетуде. Бұл өте маңызды жоба, сондықтан ұстаздарға осы жобаға қатысып жүрген, жоғары нәтижелерге жетіп отырған әріптестерге осы жоба үшін ерекше алғыс білдіремін. Біз үшін өте маңызды жоба, себебі ауылда тұратын балалар, олар да сапалы білім алу үшін мүмкіндік алуға тиіс, сондықтан оларға осындай жағдай жасауымыз керек. Ну, конечно, нам всегда оценку дают в первую очередь благодаря нашим ученикам и выпускникам. Учеников мы сегодня увидели, как талантливые. Буквально недавно мы выезжали в Штаты, в университет Пенсильвании. Это один из ведущих университетов не только Америки, но и всего мира, входит в Лигу Плюща. И там в числе вот выпускников, с кем мы встречались, было 2 выпускника школы Кокшетау, близнецы. И было очень отрадно слышать отзывы от профессоров университета о том, что не просто ничем не уступают, а опережают их сверстников по штатам. И это, конечно, показывает, что школа готовит выпускников на самом высоком уровне. Конечно, при этом мы говорим, что большинство наших выпускников поступает в казахстанские вузы, 80%, поступает на инженерные, медицинские специальности. И вот наша школа города Кокшетау тоже выполняет эту миссию очень успешно. Я желаю всем дальнейших успехов. Ну, какой юбилей без подарка, поэтому от лица Назарбаев электронной школы мы хотим подарить вот электронное пианино. Алексей Ильич, такой заказ нам дал от лица школы, поэтому я надеюсь, что этот инструмент займет свое достойное место и будет как-то помогать развивать таланты и детей, и учителей. Мы видим, что здесь на самом деле очень конструктивный людей, кто будет еще больше. Талант берет, осы мерейтоймен барлықтарыңызды құттықтаймын, сәттілік тілеймін. Мектеп ары қарай үлкен жетістіктерге жетіп, үлкен нәтижелермен ерекшелене берсін. Және де ең бастысы армандарыңыз орындалсын. Рахмет. Рахмет, Анатолий. 15 жыл бұрын қабырғасы қаланған мектеп білімге созылған ұрпақтың асқақ арманына, қошқыр қиялына жан бітіріп, санасына ақыл ұялатып, жаңа өмір жолына жол сілтеп, сан мыңдаған шәкірттің жүрегіне жол тауып үлгерді. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының қалыптасуы мен дамуына қосқан зор үлес үшін құрмет грамотасымен Мәңки Болат марапатталады. Басқарма төрағасы Әнуар Жанқожин. Басқарма төрағасы құрмет грамотасымен Файзо Бұғула марапатталады. Құрмет грамотасымен Оңғарбай Жанғозы марапатталады. Құрмет грамотасымен Мамырин Бейбіт Ильяшұлы марапатталады.
Басқарма төрағасы құрмет грамотасымен Сыгина Сымбат Жұмабайқызы марапатталады. Құрмет грамотасымен Шарабиева Асия Айдарханқызы марапатталады. Құрмет грамотасымен Ордабаева Жанар Мергалина марапатталады. Басқарма төрағасы құрмет грамотасымен Ермұханова Қалия Кеңесқызы марапатталады. Құрмет грамотасымен Шонина Гүлбағила Ғалымқызы марапатталады. Басқарма төрағасы құрмет грамотасымен Ташимов Асылбек Сәлімжанұлы марапатталады. Құрмет грамотасымен Пиротинская Анастасия Михайловна марапатталады. Басқарма төрағасы алғыс хатпенен Абизов Жанат Қалқаманұлы марапатталады. Басқарма төрағасының алғыс хатымен Прокопенко Артем Павлович марапатталады. Басқарма төрағасының алғыс хатымен Рахимбекова Сәуле Ермекқызы марапатталады. Басқарма төрағасының алғыс хатымен Балташева Айнагүл Қыдырбаева марапатталады. Басқарма төрағасының алғыс хатымен Қабдышева Самал Базарбайқызы марапатталады. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Алтынбеков Аян Серікұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, оқушыларымыз, және де түлектер, сонымен қатар бізде осы концерттік бағдарламада біздің Көкшетау қаласының жалпы білім беретін мектептердің басшылары келіп тамашалады концертімізді. Сіздерге мұндан бір алғыс, қолдауларыңызға. Осындай күнде бола бермейді. Ол 15 жылда бір рет келген күн.
Сондықтан осы мерейтой бәрімізге құтты болсын. Біздің мектебіміздің жетістіктері көбейе берсін. Енді бұл біздің оқушыларымыз, сонымен қатар ол жалпы білім беретін мектептердің бұрынғы оқушылары. Сондықтан бұл бәріміздің оқушыларымыз, бұл оқушыларымыз жетістіктері көп болсын. Мектебіміз өркендей берсін. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Осындай тек қана жақсылықта кездесе берейік, құрметті Көкшетау қаласының халқы. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Келесі құттықтау сөз кезегі Ақмола облысының білім беру басқармасының басшысы Балташева Айнагүл Қыдырбайқызына беріледі. Құрметті Көкше еліне келіп отырған қонақтар, құрметті Аян Серікұлы, қадірменді Көкшетау қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары, педагогтар, ата-аналар, баршаңызды Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжановтың атынан бүгінгі керемет 15 жылдық мерекелеріңізбен құттықтаймын. Шынымен 15 жылда осындай мықты білікті ұстаздардың арқасында талантты да дарынды оқушылар білімдері мен өздерінің әлемнің озық барлық оқу, яғни орындарына жолдама алып, еліміздің ең мықты жоғарғы оқу орындарына жолдама алып, бүгінгі күні міне білімдері мен барлық болашаққа елімізге өз үлестерін қосуда. Шынымен бұл ұстаздардың үлкен қажымас қайраты мен ұзақ тәжірибелі үлкен еңбегі. Еңбектеріңізге, құрметті ұстаздар, мың алғыс. Әрине, ұстазды бақыт ететін, елінің атын шығаратын осындай талантты, дарынды, білімді, тәрбиелі оқушылар. Сондықтан да, құрметті оқушылар, мерекелеріңіз құтты болсын. Ұстаз бақыты ол, өзінен озып туған, өзінен асқан шәкірті. Міне осы еңбек, осы біздің бүгінгі оқушылардың керемет осындай бір шарамен осыған үлкен барлығымызға кәдімгідей көрсетіп біле білді. Сондықтан да әрқашанда сіздер еліміздің мақтанышы болыңыздар. Сіздердің өздеріңіздің армандарыңыз биік болсын. Ал сіздерді жетелейтін ұстаздарыңыз, сіздерді қолдайтын ата-аналарыңыз аман болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет сізге. Енді мен енді алдында құттықтау сөзді мен құрметті оқушылар, сіздерге біріншіден көп рахмет. Осы бір айдай дайындалды осы концертке. Күнде дайындалдыңыздар. Сіздерге көптен көп рахмет балалар. Сонымен қатар осы іс-шараны ұйымдастыру үшін біздің қосымша білім беру педагогтары Асылбек Таймжанович, Анастасия Михайловна, Азамат Батырханович, Ергулатович, Дина Балташевна, сіздерге көп рахмет. Тағы да тыңдап кетіңіз. Мұғалімдер, осында сахнаға шыққан барлық мұғалімдерге көп рахмет. Керемет кеш болды. Тағы да рахмет.
Осымен биікке ұмтылу білім қанатында 15 жыл болашаққа бағыт атты мерекелік кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Еліміздің тұғыры, берік алар асулары биік болсын. Баршаларыңызға мерекелік көңіл күй, игілік пен табыс тілейміз.